Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Зейнеп апаның тағдыры неге осылай аянышты аяқталды? Қартайғанда не себептен азап көреді адамдар? Қарттар үйінде жатқан апа бір күні сол жерде таныс әйелді көргенде бұрынғы жасаған қиянаты есіне түсті. Соңына дейін тыңдаңыз. Қаланың шетінде ескі бір ғимараттың ішінде орналасқан қарттар үйі бар. Бұл жер сырттай қарағанда тыныш әрі жайлы көрінгенімен, ішкі әлемі мүлде басқаша болатын. Қабырғаларының түсі өшкен, есік терезелері тозған бұл үйде тағдыр тәлкегімен жалғыз қалған, өз үйінен алшақтаған жандар өмір сүретін. Қарттар үйінде қажетті жағдайлар жеткілікті деп айта алмайсың. Кейде күнделікті қажеттіліктердің өзі қол жетімсіз еді. Ауруханадан шыққан ескі төсектер, сынған орындықтар мен терезелерден соққан суық жел, осылардың бәрі қарттардың өмірін одан сайын қиындататын. Мекемедегі қызметкерлердің саны аз, жалақылары төмен болды. Сондықтан да олар өз жұмыстарын көбіне немқұрайлы атқаратын. Қарттарға көңіл бөліп, жылы сөз айтуға уақыттары да, ниеттері де жоқ болды. Олар бұл жерде тек жалақы үшін жұмыс істейтіндей көрінетін. Олардың көпшілігі қарттарға жанашырлықпен қарауды ұмытып кеткендей. Аурухана қызметкерлері келгенде ғана бұл үйде аздап тіршілік нышаны пайда болатын. Бірақ сол дәрігерлердің өзі де көп көңіл бөлмей, жұмысты тезірек бітіруге тырысатын. Кейде қарттар дәрігердің немесе мейірбикенің келуін ұзақ уақыт күтуге мәжбүр болатын. Медициналық көмек дер кезінде көрсетілмей, кейбір тұрғындардың жағдайы нашарлайтын. Тамақтану мәселесі де бөлек бір әңгіме. Азық-түлік те жеткіліксіз еді. Тамақтың сапасы мен мөлшері көбінесе аз болып, қарттар аштықты сезінетін күндерде болатын. Бұл мекенде тағамнан ләззат алу мүмкін емес еді. Тамақтану мәзірі өте қарапайым, көбіне дәмсіз болатын. Қарттар әр түрлі тағамдарды аңсап, жастық шақтарындағы дәмді асханаларды сағынып отыратын. Бірақ олар өз шағымдарын айтуға қорқатын, өйткені ешкім тыңдамайтынын, жағдайдың өзгермейтінін білетін. Қарттар үйіндегі жалғыздық сезімі де басым еді. Көптеген қарттар өз жақындарынан ажырап қалған, балалармен немесе немерелерімен байланыстары үзілген. Олардың көпшілігі күнделікті өмірдің бір сарындылығынан, қарапайым қуаныш пен өзгерістерден мақұрым қалған. Тек теледидардан көретін жаңалықтар мен сирек келетін еріктілердің әңгімелері ғана олардың өміріне аздап рең беретін. Мұнда тек физикалық ғана емес, психологиялық қолдаудың да жетіспеушілігі сезілетін. Психологтар мен әлеуметтік қызметкерлердің тапшылығы салдарынан қарттар өз мәселелері мен уайым қайғыларымен жалғыз қалатын. Кейбір қарттар тіпті өзара қарым-қатынастан да шаршап, жеке бөлмелерінде оңаша болуды жөн көретін. Әр бөлмеде тұратын қарттар бір-біріне алаңсыз әңгіме айта алмайтын. Өйткені құлаққа естілер-естілмей шылаған дауыстар мен ұйқысыз түндердің жаңғырығы ғана болатын. Жалғыздық қарттар үйінің басты мәселелерінің бірі. Көптеген қарттардың жанұялары оларды ұмытып кеткендей, айлап-жылдап келмейтін. Балалар мен немерелері сирек келіп келген күннің өзінде тек аз ғана уақытқа көрініп кететін. Қарттардың жүрегі мұңға толы, жанары сағынышпен қарайтын. Күн сайын олар терезеге телміріп келетін адамды күтетін, бірақ сол бір үміттері көп жағдайда ақталмайтын. Қарттар үйінің ішкі атмосферасы да ауыр еді. Қарттар арасындағы қарым-қатынаста қиыншылықтармен өрнектелген. Кейбірі өмірдің соққыларынан шаршап, өзгелермен сөйлесуді қойған, ал кейбірі үнемі жанжалға ұшырап, күнделікті тұрмыстың ұсақ-түйек мәселелерімен керісіп жататын. Осы жерде өмір сүріп жатқан қарттар өздерін қоғамның ұмыт қалған бөлшектері сезінетін. Қарттар үйі олардың өмірінің соңғы бекеті секілді, үмітсіздік пен шарасыздықтың символы еді. Көптеген тұрғындар өткен өмірлерін еске алып, сол күндерді сағынып, мұңға бататын. Мұндағы қарттар өздерінің өмірлік жолдарын осы бір суық әрі мұңды мекенде аяқтауға мәжбүр еді. Осы үйде Зейнеп апа есімді қария өмір сүрді. Жасы 70-тен асқан бұл кісі ұзақ жылдар бойы балаларын бағып-қағып, оларға бар мейірімін төгіп тәрбиелеген еді. Зейнеп апаның 4 баласы бар, бірақ олардың әрқайсысы өз өмірлерімен әуре болып, анасының жағдайын ескермей кеткен. Бір күні балалары кеңесе отырып, аналарының қартайғанын, оған күтім жасау қиынға соғатынын айтып, оны қарттар үйіне орналастыруды шешті. Зейнеп апа бұл шешімге қатты ренжіді,
бірақ балаларының талабына көнуге мәжбүр болды. Қарттар үйіне әкелінген күні ол есік алдында тұрып, көз жасын жасыра алмай, өткен өмірін ойлап, мұңға батты. Зейнеп апа мұндағы тұрмыстың қиыншылықтарын көріп, әр күнін сағынышпен өткізіп жүрді. Балалары сирек келіп тұрды, ал келген күндері де тек аз уақыт қана болып, өздерінің жұмыстарымен асығыс кететін. Зейнеп апа олардың келуін асыға күтіп, әрбір келген сайын көңілі босап, қайта кеткенде жүрегі сыздайтын. Бұл жерде Зейнеп апаның жалғыздық сезімі күшейе түсті. Ол өз бөлмесінде көп уақытын өткізетін, терезеден сыртқа қарап, өткен күндерін еске алатын. Оның жастық шағы, балаларының кішкентай кезі, отбасылық мерекелер бәрі де көз алдында өтіп жататын. Ол үшін бұл естеліктер тек жұбаныш қана болды. Зейнеп апаның бөлмесіне көрші тұрған Айша апа оның жақын досына айналды. Айша апа да осы мекенде ұзақ жылдар бойы өмір сүріп, көптеген қиындықтарды бастан кешірген еді. Екеуі бір-бірімен әңгімелесіп, мұңдарын бөлісетін. Бұл кездесулер Зейнеп апаға аз да болса жұбаныш сыйлайтын. Зейнеп апа қарттар үйіне өзінің қалауы бойынша емес, балаларының шешімімен келді. Зейнеп апа жас кезінде өте белсенді, қайратты әйел болатын. Ол өз өмірін білімге, қызметке арнап үлкен жетістіктерге жетті. Мансап жолында талай биіктерді бағындырды, бірақ осы жолда кей адамдардың мүдделеріне нұқсан келтіріп, олардың жолын кесіп өтуге тура келді. Зейнеп апа мектепте директор болып жұмыс істеген кездері өзінің талапшылдығымен, қаталдығымен ерекшеленді. Бір күні мектепке жас мұғалім, Айман есімді қыз жұмысқа қабылданды. Ол Зейнеп апаның бақылауында болып, оның әрбір тапсырмасын бұлжытпай орындауға тырысты. Айман оқушылармен жақсы қарым-қатынас орнатып, олардың сүйікті мұғаліміне айналды. Алайда оның жетістіктері мен жаңашылдығы Зейнеп апаға ұнамады. Зейнеп апа өз беделін сақтап қалу мақсатында Айманға әділетсіз сын айтып, оның кәсіби өсуіне кедергі жасады. Бірнеше айдан кейін Айман жұмыстан шығуға мәжбүр болды. Бұл жағдай Айманның өміріне терең із қалдырып, оның болашағына әсер етті. Кейінгі жылдары Зейнеп апа зейнетке шығып, өз балаларының тәрбиесіне көбірек көңіл бөлді. Алайда уақыт өте келе балалары өз өмірлерін құрып, анасының қартайған шағында оған күтім жасауға дайын болмай шықты. Олардың өміріндегі қарбалас тіршілік, жеке мәселелер анасының қамын ойлауға кедергі келтірді. Осылайша Зейнеп апа қарттар үйіне келген соң, өз өміріндегі қателіктерін ойланып, өткенін еске алды. Ол Айманға жасаған қиянаты үшін өкініш сезінді. Бір күні қарттар үйінде ерікті ретінде жұмыс істеп жүрген бір әйелді көрді. Бұл әйел Айман болып шықты. Айман Зейнеп апаны танып, оның жағдайын сұрады. Айман Зейнеп апаға жақындап, оның жанына отырып, өткендегі жағдайды есіне түсірді. Зейнеп апа көзіне жас алып, Айманнан кешірім сұрады. Айман оны кешірді, бірақ бұл кешірім Зейнеп апаның жүрегіндегі ауыртпалықты жеңілдеткенімен өткенді өзгерте алмады. Зейнеп апаның өміріндегі бұл оқиға оның адамгершілікке, әділдікке және кешірімге деген көзқарасын өзгертті. Қарттар үйінде ол өз қателіктерін мойындап, қалған өмірін басқаларға көмек көрсетуге, мейірімділік пен қамқорлықты үйретуге арнады. Бұл оның жүрегіне тыныштық әкеліп, өмірінің соңғы күндерін мағыналы етті. Күндердің бір күнде Зейнеп апа қатты ауырып қалды. Мекеме дәрігерлері оған қажетті көмекті көрсеткенімен, жағдайы жақсармады. Балалары бұл жаңалықты естігенде, тек телефон арқылы ғана хабарласып, келуге уақыттары болмайтынын айтты. Бұл хабар Зейнеп апаның жүрегін ауыртты, бірақ ол балаларын кінәламауға тырысты. Соңғы күндерін Зейнеп апа ойға шомып үнсіз өткізді. Айша апа оның жанында отырып қолдау көрсетуге тырысты. Зейнеп апа өз өмірінің соңына жеткенін түсініп, балаларын кешіріп, олар үшін дұға етті. Ол өзінің ана жүрегімен оларды әрдайым сүйіп, қорғап қала беретінін білді. Зейнеп апа дүниеден озған соң ғана оның балалары қарттар үйіне келді. Қарттар үйінің қабырғалары Зейнеп апаның мұңды тағдыры мен ерімді ана жүрегінің куәсі болып қалды. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет.